Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Тізенің қақсап ауырғанын бір күнде емдеуге болады. Тізе ауруы жастада, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже аналарымыз тіземіздің көзі ауырады деп қолын тізесінен ала алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды, оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшық ет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізе буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынының ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінде спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып алсаңыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдануынан белгі береді. Артроз бен артрит. 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді, аяқ буынының қақсатып, сырқырап ауруына әкеледі. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тұз байлау. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда азада несеп қышқылдарының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-домын жасаңыз. Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес, әрине, тізе ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 1 ас қасық мейіз, 1 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі. Алдымен дәндердің бір ыдысқа саламыз, оны блендерден көмегімен жақсылап ұнтақтаймыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспанды күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң ақ оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады, зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес. Фалькада өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын тізеңізді фалькамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы ісініп ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп алыңыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. 1 келкі етіп жағып болған соң сыртын пленкамен орайсыз. Соның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан ақ оң нәтижесін байқайсыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар.